Қожамжаровтың үстінен іс қозғалып жатыр ғой. Кезінде сіз Ислам Әбішевті қорған кезде, адвокат болған кезде, сіз осы кісінің есімін атағансыз. Бұл іске де қатысты болды ма? Және Қожамжаров бұған да басқа істерге қатысты болған айып тағылуы мүмкін бе? Қожамжаров, сонымен қатар Кексел деген адамдар сол кезде билікте тұрған кезде мен батыл мәлімдеме жасаған едім. Бұл азаматтардың жасап отқан жаңағыдай халыққа соттау тергеуге тап болған адамдарға жасап отқан қиянаты туралы. Сондықтан мен кеше қозғалып жатқан істі әрине қолдаймын. Олар ұсталған жағдайда оның үстінен әлі бір ғана іс емес, тұтас бір букет іс болу керек деп есептеймін. Жалпы ол кісі негізі кейбір ақпарат бойынша Қазақстанда емес секілді. Мен де солай деп ойлаймын. Барлық жерде таралып жатқан ақпарат, мәлімет тек қана іс қозғалғандығы туралы, яғни қылмыстық іс тіркелгендігі туралы, ал ұсталғандығы туралы ақпарат жоқ. Сол себепті кеше мен сондай жазба қалдырдым. Ұсталған күні мен шынымен де бөркімді аспанға тік қуанған болар едім. Бірақ органдар неге осылай кеткенше оны күтіп отырған? Енді үлкен сұрақ. Уақытында қимылдамайды, тым шабан қимылдайды, уақытында әрекет жасамайды. Кетіп қалғаннан кейін барып жаңағыдай жау кеткен соң қылышыңды боққа шап деген әңгіме ғой, қысқаша айтқанда. Жақсы, Скажите, пожалуйста, вы